Ертеде бір сүйкімді қыз өмір сүріпті. Оның бәрі Қызыл Телпек деп атайтын. Бір күні анасы оған себетке тәттілер салып, әжесіне апарып бер деп жолға жібереді. Қызыл Телпек қуана жолға шығып, орманға бет алады. Орман ішіндегі әсем табиғат оған ерекше көңіл күй сыйлайды. Жолда оған айлакер қасқыр жолығып, қайда бара жатқанын сұрайды. Қыздың әжесіне бара жатқанын естіген қасқыр бір айла ойлап табады. Ол тез басқа жолмен жүгіріп, әжесінің үйіне бірінші жетпек болады. Ал Қызыл Телпек ормандағы әдемі гүлдерді көріп, тоқтап қалып тере бастайды. Бұл кезде қасқыр әжейдің үйіне келіп, өзін қыз сияқты таныстырады. Әжей есік жаққа қарап, қасқырдың дауысын қыздың дауысымен шатастырып қояды. Қасқыр әжейдің киімін киіп, төсегіне жатып Қызыл Телпекті күтеді. Көп ұзамай Қызыл Телпек әжесінің үйіне жақындап келеді. Үйдің іші тым-тыныш көрініп, қыз абайлап ішке кіріп келеді. Төсектегі әженің түрі күмән тудырып, оның қасқыр екенін түсінеді. Осы кезде орманшы кіріп келеді. Төсектегі қасқыр қорқып қалшылдап қалады. Сөйтіп Қызыл Телпек пен әжесі аман қалып, сыртта шай ішіп әңгімелеседі.